Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Достар, енді әдеттегідей біз сіздерге футбол ақпараттарын жеткіземіз. Ал сіздер болса біздің арнамызға түртеліп, лайк басып, әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды бастайық. Флориан Виртстің трансферлік сағасында күтпеген бұрылыс орын алды. Маусым бойы бұл талантты жартылай қорғаушының негізі үміткерлер ретінде тек екі клуб болды: Реал Мадрид және Манчестер Сити. Ағылшын алпауыттары Кевин Де Брюйненің кеткен жағдайда лайықты ауыстырушы ретінде қарастырылған. Ал Реал Мадрид болса Виртсті өздерінің қатарларына қосып алғысы келген. Алайда көп нәрсе өзгеруі мүмкін, өйткені корольдік клубтың тізгініне маусым басында Хаби Алонсо келетін болса, әрине Виртсті командасына қосып алғысы келеді. Әрі Реал Мадрид бұл жай ғана клуб емес, әлемдік футбол тарихының символы. Мұндай команданың жүйесінің кез келген футболшы үшін мансабының шыңы. Тек Барселона академиясының түлектері ғана мұндай ұсыныстан бас тартуы мүмкін, оның өзіне де шартпен ғана. Бірақ маусым соңына қарай трансферлік көрініс мүлдем өзгеріп жатыр. Енді белгілі болғандай Виртс Реал Мадридке не Манчестер Ситиге бармайды. Ол Байер жанкерлері ешқашан көре алмайтын қадамға баруы мүмкін. Флориан Мюнхендік Бавария сапына ауысады деген ақпараттарда көп. Бұл ақпаратты бір емес бірнеше неміс инсайдерлер растады. Ал итальяндық сарапшы Николас Тира Бавария бұл тарихи трансферді алдағы апталарда аяқтауға ниетті екенін мәлімдеді. Егер бұл рас болса, Виртс клубтық әлем чемпионатына Винсан Компани бастаған жаңа Бавария құрамында аттанатын болады және клубтық әлем чемпионатына Бавария сапынан қатысатын болады Флориан Виртс. Бұл мәміле тек жанкерлердің эмоциясы емес, Германия футболының трансфер тарихында жаңартты. Бұған дейін мұндайды ауқымды сатылымдарды көбінесе Дортмундтық Боруссия ғана іске асырып отырған еді. Ал енді Байер клубда іске асыруы әбден мүмкін. Сіздердің ойларыңыз қалай жалпы? Ата жауы Баварияға ауысқан дұрыс па, дұрыс емес пе? Дортмунд қорғалатын болсақ, Дортмундтық Боруссия жүзеге асырған ең мықты трансферлердің бірі алдыңғы 2 жылдай болып қалды. Ол әрине Джуд Беллингемнің трансфері. Джуд Беллингем Реал Мадридқа 115 миллион еуроға ауысқан болатын. Алайда бұл трансфер Боруссия үшін рекорд емес. Боруссия Дортмунд кімді ең қымбатқа сатты деп ойлайсыздар? Әрине, қазіргі уақыттағы PSG-ның лидері Барселонаның бұрынғы экс-ойыншысы Дембелені 135 миллион еуроға. Сұрақ туады. Байер Бавариядан дәл осындай сома, бәлкім одан да көп талап етсе ала ма? Жауап иә, өйткені Виртстің қазіргі нарықтағы құны 120 миллион еуродан басталады. Ал қарсы тарап Бундеслиганың басты қарсыласы. Мұндай жағдайда Ливеркузен ешбір жеңілдікке бармауы тиіс. Керісінше Баварияның трансферлік бюджетін соңғы сентіне дейін алуы керек. Байер клубы Барса сияқты болмайма. Барса өздерінің мықты ойыншыларын көбінесе сата бермейді. Ал Байер клубына ақша керек болған үшін және ойыншының өзі Байер үшін ойнамайым дегеннен кейін ойыншыны жіберіп жатыр. Сан Маместегі түн басқа елінің жүрегі. Бірақ дәл сол кеште Атлетик Билбао емес Манчестер Юнайтедтің жүрегі соқты. Жергілікті жанкелер өз алаңдарында қарсылас таптайтын командасын жеңісіне сенімді еді, бірақ бәрі басқаша өрбіді. Билбао ойын басталғанына біраз қысым жасады, ал Манчестер Юнайтедтің ойыншылары болса қобалжып қозғалысы сенімсіз көрінді. Бірақ күтпеген жерде бәрін өзгерткен Харри Магуайр болды. Мына жерде көрсеңіздер, Харри Магуайр қарсылас ойыншысын магазинге жібере салды, 2 рет алдап өтті. Ойыншыны магазинге жіберіп, Каземироға пас береді, Каземиро болса осы жерде гол салады. Харри Магуайрдан ондай ойын деңгейін ешкім күтпеген болатын. Өте керемет қорғаушы бола тұра, арғы қақпаға барып ойыншыны алдап өтіп, пас шығарып жатыр. Керемет Харри Магуайр. Ойын туралы сөйлесейік. Ойын тағдырын шешкен бір сәт Расмус Хейлундтың айып алаңындағы құлауы болды. Ол Дани Виваның иығына қойып жеңіл қол жанасуын шебер қолданды. Төреші пенальти белгіледі, әрі Вивианға қызыл қағаз көрсетті. Қос қателік пе? Көпшілік солай деп бағалауда. Негізінде мен бұл ойынды көрдім. Бұл жерде пенальти емес сияқты, бірақ төреші пенальти белгіледі және Манчестер Юнайтед пенальтиді дұрыс пайдаланып есепті 0-2-ге жеткізді. Бруно Фернандештің голына Иньяки Уильямс наразылығын жасыра алмады. Расмус ең аз жанасудағы құлап қалды. Бұл жерде пенальти емес еді, бірақ төреші пенальти белгіледі. Біз еш нәрсе айта алмаймыз, келесі ойында барлығын көрсетеміз депті. Бұрынғы арбитр Пабло Фернандес те бұл шешімге наразы. Ол Марка газетіне бұл пенальти ме? Сенбеймін. Бұнда ештеңе болған жоқ, жай ғана көз бояушылық депті.
Haalandga berilgan penalti үшін Atletik Bilbao'nun jankiyrleri de narazılığını bildirip жатыр. Instagram'da da her bir әлеуметтік желілерде де өздері наразылық екенін білдіріп жатыр. Ережеге сүйенсек, егер ойыншы допқа емес қарсыластың өзіне әдейі әрекет жасады деп танылса, қызыл қағаз заңды. Ал егер допқа таласу ниеті байқалса, ең көбі сары қағаз бен шектелуі тиіс болған. Ал бұл жерде төреші болса, допқа таласқан ойыншыға қызыл қағаз беріп жатыр. Енді Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері ренжімесе де болады. Бұл жерде енді допқа таласып жатқандай болды менің өзіме. Сіздер де өз ойларыңызды комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар және лайктарыңызды аямаңыздар. Біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Чемпиондар лигасының финалистері әрі шешілген жоқ. Әр командада финалға шығуға жақсы мүмкіндіктер бар. Арсенал өз алаңында париждіктерге аз ғана айырмашылықпен жеңілді. Өз алаңының артықшылығын пайдалана алмағаны өкінішті, бірақ 0-1 есебін қайтаруға болады. Оған қоса ПСЖ-ның қорғанысын темірдей берік деуге келмейді. Барсада да дәл осындай проблема. Барсаның қорғанысы нашар және өздерінің алаңында жеңіске жете алмады. Қонақтағы гол ережесі жойылғандықтан Интердің 3 голы оларға артықшылық бермейді. Сол себептен де Интер мен Барселонада бірдей мүмкіндік бар келесі кезеңге өтуге. Бір матчтар тең аяқталғанына қарамастан Чемпиондар лигасын жеңетін фавориттер тізімі қатты өзгерді. Ойын күні басылғанға дейін мынандай жағдай болды. Арсенал бірінші орында еді, 31%, ал екінші орында Барселона 27% берген болатын. Ал енді Барсаның мүмкіндігі де сәл азайған сияқты. Ал үшінші орында Paris Saint-Germain 22%, ал төртінші орында Интер. Барсаға қарсы ойында Интер өздерінің деңгейі бар екенін көрсетіп қойды. Бірақ қазір бәрі басқаша. Лондонда жеңіске жеткеннен кейін көш басына француздар шықты. Олар жеңіс мүмкіндігін қазір жартыға жетті. Бұл бәрі бір ғана сырт алаңдағы жеңістен кейін өзгерді. ПСЖ-да мүмкіндік бар Чемпиондар лигасын жеңуге. Барселона екінші орында қалды. Ол жалғыз команда өз орнын сақтап қалған. Интер үшінші орынға көтерілді, бірақ олардың мүмкіндігі көп өскен жоқ, тек 1% ғана. Ал соңғы орынға жайғасқан клуб әрине Арсенал, себебі өздерінің алаңында жеңіске жете алмады. Негізінде Арсенал клубы өз алаңында жеңіске жетеді деген көп басылымдарда, футбол инсайдерлерді ақпарат шығарған болатын. Бірақ енді жалғыз Дембеленің голына ешқандай жауап қайтара алмады Арсенал клубы, өкінішке орай. Арсенал енді Ағылшын премьер лигасына таласпайды, кубоктарда ойнамайды. Ағылшын кубогында енді жалпы бар күшін Чемпиондар лигасына қаратуы керек болды. Чемпиондар лигасын жеңмесе биылдыққа дым жоқ. Барселонаға қиын енді. Барселона клубы болса Ла Лигада таласып жатыр және Чемпиондар лигасын жеңуге де таласуда. Барсаның жағдайы қиын. Интермен өткен ойыннан кейін Эл Класикоға қатысатын болады. Арсеналда бәрі жақсы болды. Бір ғана нәрсе қоспағанда психологиялық тұрақтылық. Колонерлер көп жылдан бері алғаш рет жартылай финалға шықты және бұған өздері де сенбей қорқып қалған сияқты. Арсенал өз алаңында жеңілгенімен бәрібір келесі ойында жеңіске мүмкіндіктері бар. Айтпақшы, ютубтағы видеоларының комментариясына оқырмандарым жазып кетті. Кім Чемпиондар лигасын жеңеді фаворит депті. Менің ойымша Paris Saint-Germain клубы. Paris Saint-Germain қазір 4 команданың ішіндегі ең мықтысы болып тұр. Енді Paris Saint-Germain тоқталатын жай ғана Ламин Ямал өзінің талантымен, сиқырымен Ламин Ямал ғана Paris Saint-Germainді тоқтата алады. Абдукадир Хусановтың Манчестер Ситидегі жағдайы күрделене түсті. Оның Барселонаға жалға ауысу туралы сыбыстар көп тарады, бірақ агенті бұл ақпаратты толықтай жоққа шығарды. Маған Барселонадан ешкім хабарласпады. Бұл бос әңгіме деді Хусановтың агенті. Соңғы күндері бұқаралық ақпарат көздері де Хусанов пен Гвардиоланың арасында түсініспеушілік туындаған туралы жазылып жүр. Барселона оны бір маусым жалға алып, кейін сатып алу ниетті деген мәліметтерде болды. Бірақ агентінің айтуынша бұл шындыққа жанаспайды. Қызығы, кейбір желі қолданушылар Хусанов Гвардиоланы шампун деп атап, соның кесірінен Пеп ренжі деген нұсқаларда тарап жатыр. Бұл әзіл секілді көрінгенімен көптің назарын аудартты. Әдетте мұндай мәселе қарапайым әңгімені шешілуі тиіс еді. Бірақ бұл жағдай шиеленісіп кеткен сияқты. Қазіргі таңда Хусанов қатарынан бірнеше матчқа негізі құрамға кірмей жүр. Бұл оның Өзбекстандық сапарынан кейін басталды.
Jurnalistlerдің айтуынша, ол қазір толықтай қайтадан өз орнын дәлелдеуге мәжбүр, себебі жаттықтырушылар оның мүмкіндігін біледі және бұл жолы одан жас ойыншы емес, тәжірибелі футболшы секілді нәтиже күтеді. Сондықтан Хусанов тек футболға назар аударып, бар күшін салуы керек деді. Жалға беру нұсқасы жақсы идея. Барселона болмаса АПЛ-да да оған сенім арталатын командалар табылатыны сөзсіз, перспективасы бар ойыншы. Сол себептен де Абдукадир Хусановты тез келген клуб ақшаға сатып алуға дайын. Бірақ енді 50-60 миллион евро бермейтіні анық. Сіздер қалай ойлайсыздар? Абдукадир Хусанов Манчестер Ситиде қалған дұрыс па немесе Барсаға барған дұрыс па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Тек қана комментария қалдыра бермей, лайктарды да басыңыздар. Лайк деген тегін нәрсе. Оны басасыздар, бізде үлкен шабыт болады. Лайк деген айналайында, лайкты басасыздар, 1 секунд уақыттарыңызда кетпейді. Қазір Реал Мадрид клубының ішінде жағымсыз атмосфера орнаған. Бұл нәтиженің нашарлауына байланысты ойыншылар арасындағы кикілжің емес, клуб өкілдерінің көпшілік алдында өзін қалай ұстап жүргеніне байланысты. Мысалға енді алтын доп Винисиуске бұйырмаған кезде мадридтіктер салтанатты рәсімде келмей шулы дау тудырған еді. Сонымен қатар Испания кубының финалында Эл Класико алдында төрешілер брифинг өткізген болатын. Жалпы төрешілерге қарсы шықты. Матчтарға бойкот жасады және Реал Мадридтің басшылығы өздерінің абыройын құртып жүр. Ал мадридтік телеарнаның Ла Лига төрешілерін үнемі сынап, шабуылдау өз алдына бір бөлек әңгіме, тіпті кей жанкүйерлер Реал ТВ деген сөзді естісе жағымсыз әсер алады. Әрине Испания төрешілерінің қатесін жоққа шығара алмаймыз, бірақ Реалдың жасап жатқан әрекеті жағдайды жақсартпайды, қайта керісінше өздеріне қысым арттырады. Төрешілермен ерегескенде не пайда? Енді испандық төрешілер көбінесе қателік жіберіп отырады. Бірақ Реал Мадрид ашық түрде төрешілерге наразылығын білдіріп жатыр. Бірақ енді басқа клубтар ондай нәрсеге духы жетпейді. Ал Реал Мадрид өздерін мықты санайды. Реал Мадрид өте керемет, Чемпиондар лигасына айырып жүр, бәрі керемет. Бірақ енді мұндай духты сәл азайту керек сияқты. Осы маусымда байқасаңыздар, Винисиус Джуниор алдыңғы маусымдағыдай өнер көрсетіп жатқан жоқ. Алдыңғы маусымда жарақат алса да өте керемет деңгей көрсетті және алтын допқа басты фаворит болған. Ал бұл маусымда Винисиустың ойыны алдындағыдай емес. Жақында ғана клубтың медициналық қызметкерлерінің бірі Барселонаның ойыншылары туралы өздерінің ойын жеткізген екен. Бүгінде көптеген футболшылар білектеріне таңғыш тағып жүр. Бұл жай ғана сән емес. Медициналық салада біліктер тамырға жетудің ең оңай жолы. Неге олар мұны жасырады, түсініксіз, деді. Жалпы бұл нәрсені кімге айтып жатыр деп ойлайсыздар? Әрине, Барсаның ойыншыларының бірі жұлдыздары Рафиньяға және Ламин Ямалға. Ламин Ямал мен Рафинья көбінесе қолдарының байлап өнер көрсетеді. Сол себептен де оларға өздерінің ойын жеткізе кетті. Яғни Реалдың медициналық дәрігері бұл ойыншылар таңғыш арқылы ине салдырған іздерін жасырып жүр деп болжады. Бірақ бұл мәлімдеме еш дәлелсіз, шындықтан алыс, тіпті күлкілі. Барсаның ойыншыларын өзде ғаламшарлық деп жатыр, себебі енді физикалық деңгейі, ойын сапасын айтып жатыр. Жалпы бұл жерде айтатыным Рафинья мен Ламин Ямалдың ойындарына жалпы өздерінің наразылығын білдіріп жатыр. Не үшін қолын байлап жүр деп жатыр. Енді қолын байлайма, бір жерін байлайма, өздері білетін шығар енді Барса ұжымы. Достар, біз әр видео сайын бір ойыншыны жасырамыз. Ал сіздер болса табатын едіңіздер. Алдыңғы видеода біз Тибок Куртуаны жасырдық және осы оқырмандарымыз алғашқылардың бірі болып жазды. Міне назарларыңызда. Ал енді бүгінгі жасырған ойыншымыз назарларыңызда табалады деген ойдамыз және жеңіл. Енді тауып көріңіздер, келесі видеода алғашқылардың бәрін шығаратын боламын. Достар, бүгінгі жаңалықтарымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, енді лайк тегін, айналайында лайкты басып, тегін тіркелсеңіздер, біз өте қуанышты болар едік. 70%-дан астам адамдарымыз бізде тіркелмей көрген. Подписаться деген кнопканы басу, тегін қоя әшін бит баса саластар болды. Бұл біз үшін үлкен шабыт болатын еді. Енді сіздің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Енді қолдауларыңызды күтіп қаламыз.